Жаңа оқу жылдың басталғанына да санаулы күндер өтті. Әрбір жеткіншек бір жылға сыныбы жоғарылап есейіп келе жатқан мақтаныш тұтса, мыңдаған балдырған алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. Әрбір оқу жылынан тек оқушылар ғана емес, үйдегі ата-аналарда жаңалық күтетіні сөзсіз. Себебі бүгінгі уақыт қарыштап дамыған ғылым мен білімнің, өнер мен өмірдің заманы. Армысыздар ағайын, бірінші студия әдеттегідей өздеріңізбен тікелей эфирде тізгіншімен Дүйсен Молдашұлы. Сонымен биылғы оқу жылының ерекшелігі қандай болмақ? Өңірімізде қанша бала мектепке барды? Еліміздің білім және ғылым министрлігі жалпы білім беретін білім ордаларына қандай талап қойып отыр? Заманауи талапқа мектептердің жағдайы қаншалықты сай келеді? Міне біз бүгін осы сұрақтарға жауап іздеп көреміз. Бағдарламаның бүгінгі қонағы облыстық білім басқармасының басшысы Құрманбекова Сұлушаш Сәтбекқызы. Айтарыңыз бар болса 45-38-00 телефоны қосулы. Сұлушаш Сәтбекқызы, бірінші студияға қош келдіңіз, әрі жаңа оқу жылымен сізді құттықтағым келіп отыр. Расында да биылғы оқу жылында менің өзімдегі мәліметке сүйенсем, біздің халықтың саны артып келе жатыр. Соған сай балалардың да мектепке көптеп баратындығы айтпаса да түсінікті. Биыл жалпы алғаш мектеп табалдырығын қанша бала аттады және биылғы оқу жылына дайындықтарыңыз қалай өтті? Енді өткен оқу жылына қарағанда біздің облыс мектептерінің саны бірге артты. Бүгінгі күні жаңа оқу жылында 450 мектеппенен біз жұмысты бастадық. Өткен оқу жылында 199 мыңнан астам оқушы болса, бүгінгі күні 210 мыңнан астам оқушы жаңағы 1-11 сынып аралығында мектепке келді. Оның үстіне өткен жылы 24 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа келсе, биыл 26 мыңнан астам бала бірінші сыныпқа келіп отыр. Жалпы жылдан жылға мектеп оқушыларының саны өсуде. Өткен жылы 8,5 мыңға өсіп, биыл уже 11 мыңға жуық болып қалды. Бала саны көңіл қонып жалпы балалар көбейіп жатса. Демографиялық өсім бар, миграция бар. Мынау осы балалардың көбейгені демекші, ол балалар мектепке көптеп барып жатса, демек біз оларға лайықты жағдай жасауымыз керек. Бұл елбасының саясаты. Әрбір мектепте заманға сай компьютерленген, электронды жүйемен жұмыс істейтін құрал жабдықтар болу керек. Жалпы осы көзқараспен қараған кезде өңірдің бас мұғалімі ретінде сіз біздің облыстағы осы білім ошақтарына қандай баға берген болар едіңіз? Мүмкін әлі де болса көп түсетін мәселелер бар ма бізде? Дұрыс айтасыз. Жалпы биылғы 2016-17 оқу жылының ең бір есте қалатыны Қазақстан Республикасы тәуелсіздігінің 25 жылдығының осы қарсаңында отырмыз. Елбасымыз осы 25 жыл ішінде республикада 1700-ден астам білім нысаны салынды десе, біздің облыста 25 жыл ішінде 92 білім нысаны салынып пайдалануға берілген. Оның 71-і мектеп, 20-сы балабақша, 1-і колледж. Ал енді осы 16-17 жаңа оқу жылында бізде 5 мектеп жаңадан пайдалануға берілді, 5 балабақша пайдалануға берілді. Сонымен біз енді осы күнге дейін 92 деп жүрсек, енді міне 102 білім нысаны тәуелсіздікке үлкен тарту болып отыр. Сондықтан да жалпы 2010 жылдан бастап осы жаңағы салынған 71 мектептің 42-сі салынған болса, бүгінгі мына 10 нысанмен қосқанда 52 нысан осы 10 жылдан соңғы 5-6 жылда салынып отыр. Жалпы өздеріңіз білесіздер, Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-20 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы болды. Осы бағдарлама аясында республикалық бюджеттен біздің мектептеріміз лингафонды мультимедиалық кабинеттермен, жаңа модификациялық химия, физика, биология кабинеттермен, интерактив тақталармен жабдықталды. Енді 2016 жылдан бастап Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-19 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Әрине, білім саласын қаржыландыруға ерекше елбасы тарапынан үлкен қолдау көрсетіліп отыр. Сондықтан да біз мысалы өткенде де айттым, 2000 жылы білім саласын қаржыландыру облыстың 3,2 миллиард болса, қазір уже 90 миллиардтан асып кетті. Яғни осы тәуелсіз жылдар ішінде білім саласын қаржыландыру 28-де 2 есеге өсіп отыр. Осының барлығы білім саласын қаржыландыру, терең білім беру үшін жасалған жағдай деп ойлаймыз. Қаржыландыру мәселесі көбейгендігі әлбетте көңіл қуантады, бірақ дегенмен осы бөлініп жатқан қаражаттың қанша пайызы оқулықтардың мәселесін шешуге жұмсалып жатыр? Көбінде ата-аналар тарапынан осы оқулықтарға мәселесіне байланысты сұрақтар туындап жатады. Жалпы қанша жылда жаңа оқулықтар алып тұрасыздар, тапсырыс қалай орындалып жатыр ма?
Енді Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің бұйрығыменен өзі әр 4 жыл сайын оқулықтар жаңартылып отырады. Биылғы 2016-17 оқу жылында бірінші сыныптар жаңартылған білім беру мазмұнымен жасалған оқулықтарды алды, соған заказ берілді. 8 класстың оқулықтарына, 9 класстың дінтану пәні оқулығына және 4 класстың ағылшын тілі пәні оқулығына тапсырыс берілді. Әр 4 жыл сайын жаңарып отырады. Енді өзіңіз қарасаңыз, жалпы оқушылардың саны кейде болжамнан тыс өсіп жатады. Осындай жағдайда біз бүгінгі күні өзіміздегі барлық оқулықтар қоры жеткілікті, бірақ кейбір жерлерде жаңағы оқушы көп болжамнан артық келіп қалған жағдайда уақытша жаңағы оқулықтың тапшылығы туындауы мүмкін. Бірақ бұл мәселені қазір жергілікті аудан, қала әкімдері, білім бөлімдерінің басшылары назарда ұстап отыр. Аудандар, қай ауданда мысалы оқушы саны аздау болса, келесі ауданда көп болса, мысалы бір-бірімізбенен жаңағы базамыз бар, қай оқулық қай ауданда көбірек. Сондықтан біз қазір бір-бірімізбен осылай байланыс жасап отырмыз. Қол ұшын беріп отырсыздар ғой. Иә, өзара алмасып отырмыз. Сондықтан бұл мәселе енді өзінің тиісті шешімдерін табады. Жақсы. Жалпы біздің өңірде бұған дейінгі жылдарда апатты жағдайда тұрған мектептердің бар екендігі жиі айтылып жүрді. Бірақ жыл өткен сайын өзіңіз айтып отырғандай білім ошақтары, заман талабына сай келетін білім ошақтары тұрғызылып жатыр. Түбегейлі бұл мәселе қашан шешіледі? Биылғы жылдың өзінде қандай ерекшеліктер, жаңалықтар болды осы бағытта? Енді осы 2016 жылдың басында бізде осындай тозығы жеткен, апатты жағдайда деп есептелетін 11 мектеп болды. Біз осы жаңа оқу жылында 2 мектепті пайдалануға бердік. Біреуі Жуалы ауданында Абай атындағы орта мектеп, біреуі Талас ауданында Есейхан ауылындағы жаңағы мектеп. Міне осы екеуі мәселесі шешіліп, бүгінгі күні 9. Ал енді салынып жатқан мектептердің есебінен қазір 3 мектеп апатты жағдайдағы мектептердің орнына салынып жатыр. 17 жылы олар пайдалануға берілсе, 6 мектеп қалады. 6 мектептің мәселесін біз 17-18 жылдар кезең-кезеңмен шешеміз. Ал енді 3 ауысымдағы оқитын мектептер бар. Бізде осы жыл басында 5 еді. Кеше жаңа оқу жылында біз ұлттық қордан бөлінген қаржыға Байзақ ауданы Түймекент ауылында жаңа мектеп пайдалануға берілді. Тараз қаласында Құмшағал елді мекенінен 300 орындық жаңа мектеп пайдалануға беріліп, 2-3 ауысымды мектептің мәселесін шештік. Меркі ауданында номері 9-шы сабатындағы мектепке жаңа ғимарат соғылып жатыр, 600 орындық, ол 17 жыл пайдалануға беріледі. Сонымен бізде 2 мектеп қалды, олар Тараз қаласындағы 24-ші мектеп гимназия және 55-ші мектеп. Осы 2 мектептердің жаңа құрылысын салуға қазір жобалық сметалық құжаттамаға қаржы бөлініп жасалуда. Жобалық сметалық құжаттамасы, ол қалай жасалып бітсе, біз келесі жылдарға қаржы сұрайтын боламыз. Түсінікті, қарап отырсақ, қаладағы үш ауысымда оқитын мектептердің мәселесі жеңілдеп қалған сияқты, бұрынғы жылдармен салыстырғанда әлдеқайда. Бізде Сұлуша Сәтбекқызы қазір алғашқы қоңырауы бар. Мүмкін болса тыңдап жауап беріп үлгерейік. Қайырлы кеш, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Айта беріңіз. Мен Жолбекова ханымға талай рет телефон соғып ала алмай қойдым. Ендігі сұрайын деген мәселе мына 27-ші мектеп еді. 27-ші мектептің іргетасы 36-ші жылы қаланған екен. Ол мектепте оқушы сыймайды, жетіспейді парталар. Содан мен былтырғы желтоқсан айында Календер мырзаның да приемына кіріп, сол кісіден де сұраған мектеп соғып беруін жаңалап. Біздің елбасымыздың 100 мектеп 100 аурухананың бізге бір мектебі бұйырмапты. Не балабақша, не мектеп жоқ біздің ауданда. Дұрыс бір. Ең болмаса осы 27-ші Мәншүк Мәметова атына сай бір жақсы мектеп соғып берсеңіз екен деп сұраймын. Ол бір. Екіншіден, ол мектептің ішінде суы жоқ. Кішкене балалар далаға жазды күні далаға жуады, қысты күні су жоқ қол жуатын. Әжетханасы жердің бір жерінде, 1 километр. Кішкентай қыз балалар ішінде тайғанақтап құлап жатқан. Оны мектеп директорына барып айтамыз, ол кісінің қолынан келер шара жоқ. Жоғарыға қарай барыңыздар дейді, ол кісі ештеңе істей алмайды. Бірақ жылда мектепте ремонт жүріп жатыр. Енді осы мәселені шешіп берсеңіз екен деп сізге қарап отырмыз.
Жақсы, рахмет. Комендор мырза бізге тағы да Рахмет, түсінікті. Жалпы біздің уақытымыз шектеулі болғандықтан жалпы мәселе түсінікті ғой. Құрметті ата-ана, сұрап отырған сұрағыңыз орынды. Жалпы білім нысандарының құрылысын салғанда ең басты басымдық апатты үш ауысымды мектептерге беріледі. Үшінші басымдық оқушы орын тапшылығы бар мектептерге, төртіншісі жаңағы ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан мектептерге беріледі. Жалпы біздің облысымызда да республиканың мектептері сияқты барлығы типтік емес, әлі ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан мектептер бар. Бұның барлығы да алдағы уақыттарда кезең-кезеңмен шешімін табады, бірақ қазіргі кезде біз екі басымдыққа ғана апатты және үш ауысымды мектептердің ғана құрылысын жүргізіп отырмыз. Бұның барлығы қаржыға тіреліп тұр, өздеріңіз білесіздер. Ал жалпы мектептің жаңағыдай сіз айтып отырған мәселелерін шешу жөнінде біз нақты қала әкімі мен білім бөліміне бұны айтатын боламыз. Тиісті жаңағы мәселелер бойынша назарда ұстайсыздар бұл жүргізу үшін. Тағы бір мәселе мектептердегі тегін тамақ беру мәселесі, жалпы мектептердегі тамақ мәселесі. Бұл да ата-аналардың ойында жүрген сұрақ. Енді жалпы тамақтану мәселесі бізде өткен алдыңғы оқу жылына қарағанда осы 16 жылдан бастап жалпы мектеп оқушыларының 54% ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Бұрын барлық оқушылар жаңағы жалпыға міндетті білім қоры дейді. Жалпыға міндетті білім қорынан аз қамтылған көп балалы отбасы балаларына тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етуге қаржы бөлінеді. Ол бөлініп те отыр. Оған біздің облыстағы 28 мыңнан астам аз қамтылған көп балалы отбасы балалары ыстық тамақпен бір мезгіл тамақтанып отыр. Ал жалпы осы 16 жылға дейін барлық аудандар мен Тараз қаласында жергілікті бюджеттен барлық бастауыш сынып оқушыларын бір мезгіл ыстық тамақпен қамтуға қаржы бөлінген еді. Ал енді мынау 16 жылы өзіңіз білесіз, 2018 жылдың соңына дейін мораторий енгізілді. Сондықтан біз барлық оның ішінде бастауыш сынып ішінде жағдайы бар отбасында балалары бар. Сондықтан осы мәселеде жаңағы жөндеп қараңыздар деген тапсырмаға сәйкес жергілікті бюджеттерден бастауыш сынып оқушыларына бөлінетін қаржы кеміді. Сондықтан да бүгін аппараттық кеңесте облыс әкімі осы мәселені қарап, ақылдаса отырып, дұрыс шешім қабылдауға тапсырма берді. Бұны ары қарай шешу жолдарын қарастырамыз. Мүмкіндігінше халықтың ыңғайына қарап, жағдайына қарап бұл мәселе шешіледі ғой. Солай деп үміттенеміз. Бізде тағы да қазір көрермен бар. Мүмкін болса бізбен байланыстырса. Қайырлы кеш. Алло, саламатсыз ба? Алло. Біз сізді тыңдап отырмыз. Шу ауданы Жайжан ауылынанбыз. Сіздердің мына немізге звондап отырмын. 91 жылдан бері айтып келетін, не спорт зал жоқ, не спорт площадка жоқ. Менің өз басыма емес, халықтың балалары үшін, жеткіншектер үшін айтып жатырмын. Жақсы, Шу ауданы. Дұрыс, енді білім саласына алаңдаушылық білдіріп жатыр ғой, бұл кісі, балалар дұрыс білім алсын деп. Жалпы жаңағы айтып отырмын ғой, тәуелсіздік жылдары соғылған мектептердің басым бөлігі бізде Жуалыда, мына соңғы уақытта Шу аудандарында салынды. Біз Шу ауданының осы апатты мектептердің мәселесінің барлығын шештік. Жыл сайын 2-3 мектебі Шу ауданында пайдалануға берілді. Өткен жылы біз 600 орындық Мұхаммед Қайдар Дулати атындағы мектептің құрылысын бітіргенбіз. Ал енді жақында жаңағы Жібек жолы мектеп лицейіне қосымша ғимараттар соғылуды берілді. Жамбыл атындағы мектеп гимназия қосымша ғимараттар соғылуды. Жалпы аудан әкімдігі ұсынған мәселелердің барлығы назардан тыс қалып жатқан жоқ. Оның бәрі басымдылығына қарай тиісті шешімін тауып жатыр. Биылғы жылдың бір ерекшелігі, жаңа оқу жылынан бастап бірінші сыныптың оқушылары 5 күндік жүйемен оқуға көшіріледі деген мәселе көтерілген болатын. Енді бұл расында да қазір іс жүзінде солай болып жатыр ма? Солай осы жүйеге көшсе, бұның басты ерекшелігі неде деп айтар едіңіз? Енді елбасының ұлт жоспары 100 атты қадамды орындау бәріміздің міндетіміз. Осы ұлт жоспарында 76-шы қадамда айтылған, сондықтан жаңартылған білім стандартына көшу мәселесі. Сондықтан да өткен жылы республикада 30 мектеп осы жаңартылған білім мазмұны бойынша дайындалған бірінші сынып оқулықтарын апробациядан өткізсе, биыл республиканың барлық бірінші сыныптары сияқты біздің облыстың бірінші сынып оқушылары да осы жаңартылған білім мазмұны бойынша жасалған оқулықтар мен оқу әдістемелік кешендеріменен оқитын болады.
5 күндік оқу аптасына көшті. Шын мәнісінде бір ғана демалыс, жексенбі күні демалған балаға аздау болуы мүмкін. Сондықтан да бірінші сыныптың жас ерекшелігін ескере отырып, 2 күн олардың демалғаны дұрыс деп шешті. Сондықтан да апталық жүктемесі бірінші сыныптардың оқитын 22 сағат. Оны бүгін министрліктен біз жалпы әдістемелік ұсыныстар алдық. 3 күн 4 сабақтан, 2 күн 5 сабақтан оқиды, 5 күн оқиды. Бұл жалпы программадан қалуға ешқандай кері әсері жоқ. Ешқандай кері әсері жоқ, бала үшін жасалып отыр. Баланың сенбі күндері қосымша білім алуына мүмкіндік бар. Мысалы, бізде мектеп гимназияларда қосымша сабақ алуға артық сағаттар бар. Міне осы қосымша білім алуға бөлінген мектептердегі вариативтік сағаттардың есебінен, егерде бірінші сыныптың балаларына қосымша білім берем десе, өздері келісе отырып, 6-шы күні мысалы қосымша спорттық үйірмеге, не болмаса ағылшын тілін үйрену, не болмаса басқа сурет, осындай өзінің ыңғайына қарай үйірмеге келуі мүмкін. Түсінікті. Бізде қазір тағы да көрермен бар екен. Бізбен байланыстырсаңыздар. Алло, қайырлы кеш. Алло, саламатсыз ба? Алло. Сізді тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба, құрметті халықтың табақ арнасы, Сынша Сәбдепқызы. Мен естіп ғой? Айта беріңіз, естіп отырмыз. Бүгінгі таңда енді діни ахуалға байланысты мынау мектептерде дінтану пәнін оқыту жалпы жолға қойылған еді ғой. Соның биылғы жағдайы қалай екен? Ол биыл дінтану пәні мектептерде беріле ме? Берілсе бұл жаңағы сағат түрінде, болмаса факультатив түрінде сол мән-жайын біліп алсақ па деген ниет едік. Рахмет сұрағыңызға. Жалпы білім мекемелерінде мынау діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрес мақсатында жүйелі жоспарлы жұмыстар жүргізіліп келе жатыр. Біз өз тарапымыздан облыстық оқу-әдістемелік орталығы оқушылар үшін, ата-аналар үшін жаңағы жадынамалар дайындады. Діни сауатты болу керек біздің оқушыларымыз. Сондықтан діни түсініктерін қалыптастыру мақсатында біз қысқа нұсқа анықтамалықтар, справочниктер дайындадық. Сосын үздік сабақ байқауын өткіздік осы дінтану сабағы бойынша. Ал енді дінтану барлық республиканың мектептері сияқты 9-шы класстарда аптасына 1 сағат жүргізіледі. Биылғы біз дінтануға осы 9-шы класстардың оқулықтарына біз тапсырыс бердік. Сондықтан да оқытылады. Ал жалпы бұл тек қана бір 9-шы сыныптардың дінтану сабағында емес, жалпы біздің мектеп оқушыларының барлығына тәрбие сағаттарында, әйтеуір тарих пәні болсын, сабақтарға бір қатысты темаларды өткенде, арнайы дөңгелек үстелдерде, арнайы тәрбиелік іс-шараларда осы мәселені үздіксіз жүргізу барлық білім мекемелері басшыларына түгел жүктелген. Сондықтан ең бастысы біздің оқушыларымыз діни сауатты болса, олардың басқа дәстүрлі емес діни ағымдарға кетуінің біз алдын алуымыз керек. Осы мақсатта жоспарлы жұмыстар жүргізілуде. Расында да қазір Сириядағы жағдай, о жақтағы әртүрлі мемлекеттерден барып жатқан жастардың барлығында осы діни түрлі көзқараспен барып жатқан жастар ғой. Ол дәстүрлі діннің дұрыс түсіндірілмегендігін, идеологияның жоқтығынан деп түсінген дұрыс шығар. Бұл жағынан егер тәрбие дұрыс болып жатса, біз тек қана қуанамыз болған. Қазір бізде тағы да көрермен бар. Бүгін сіздің келгендігіңізді қатты күткен сияқты көрермен. Тағы да мүмкіндік берейік. Қайырлы кеш. Алло, саламатсыз ба? Алло, біз сізді тыңдап отырмыз. Алло. Алло, саламатсыздар. Саламатсыз ба, айта беріңіз. Мен үштілділік туралы айтайын деуімді, егер біздің қазақ халқымызды әлемге таныту қажет болса, бізге мына ағылшын тілі жағы міндетті түрде керек. Алло. Айта беріңіз, сіз тыңдап отырмыз. Мен айтайын. Сізді тыңдап отырмыз. Мүмкін болса қысқа нұсқа сұрағыңызды қойсаңыз. Бірақ соны біз қалай мынау енгіземіз. Оқушылар арасында қалай жайлы насихаттап жатырмыз. Дұрыс айтасыз. Мынау ақындардың ішінде жайлы өлеңдері бар, басқалары бар. Солармен сол кездесу осы тіл туралы қандай насихаттық шаралар жүргізіліп жатыр. Мен соны білгім келеді. Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Жалпы үш тілде білім беруді енгізу бұл уақыт талабы.
яғни елбасының 79-шы жаңағы 100 нақты қадам бекіткен 100 нақты қадамның 79-шы қадамында да айтылған, яғни жоғары сыныптарда кезең-кезеңменен осы ағылшын тілінде пәндерді оқытуға көшу жайында. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-19 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 2019 жылдан бастап химия, физика, биология, информатика пәндерін кезең-кезеңмен мүмкіндігіне қарай, кадрдың болғанына қарай ағылшын тілінде оқытуға көшу жөнінде жұмыс жүргізу біздің міндетіміз. Бұл жөнінде дайындық жұмыстары жүргізілуде. Әрине, үш тілді білім беру қажет дейміз, өйткені біз түсіндіріп айтамыз. Әлемнің 80 елінде ағылшын тілі мемлекеттік тіл, 20 елінде басым көпшілігі ағылшын тілінде сөйлейді. Сондықтан да мен осы өткенде де мысалға келтіріп жатырмын Қадыр Мырзалиев, ақын Қадыр Мырзалиевтің сөзін. Өз тілің бірлік үшін, өзге тіл тірлік үшін дейді. Сондықтан да өткенде Егемен Қазақстанда Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Мүслім Дайырбековтың сөзін оқыдым, мақаласын. Сонда айтады, 55 мемлекетте болдым. 55 мемлекетке барғанда аудармашының көмегіне жүгінуге тура келді. Бұл кемшілік па? Әрине кемшілік. Егер мен тілді білсем, мысалы мен сол елдің кішкене де болса мәдениеті туралы, әдет ғұрпы, салт дәстүрі туралы айтыр, өзімнің қызыққан сұрақтарыма жауапты алар едім. Сондықтан да біз осы балаларымыздың тілді көбірек білгенін не қарсылық жасамауымыз керек деп. Осы мақсатта бізде де жаңа жұмыстар жүріп жатыр. Республикада мынау үш тілде білім берудің жол картасы әзірленді, оған сәйкес облыста да әзірленді. Біз осы жаз айында мынау 5-6 сыныптан бастап 7 сынып аралығында оқушылардың ағылшын тілін үйрену курстарын өткіздік. Дарынды балаларға арналған мектеп-интернаттардың базасында бүкіл оқимын, осы тіл үйренем деген баланың барлығын жинадық. Жалпы жоспардан тыс артық келген балаларды оқыттық. Осы тамыз айында осы физика, химия, биология, жаңағы информатика пәндерінің мұғалімдеріне де ағылшын тілі курстарын өткіздік. Жалпы Назарбаев интеллектуалды мектебіменен біз келісім шартқа отырып жатырмыз. Әрбір сенбі күні біздің осындай жаңағы пән мұғалімдері өздерінің ағылшын тілінде сөйлеу дағдысын қалыптастыру, жаңа пәндерін ағылшын тілінде беру мәселесіне байланысты олар бізге көмектескелі отыр. Бұл жұмысты 2 жыл бұрында біздің бір шығармашылық ұстаздарымыз бар, дайындалып жүрген. Мысалы, осы оқу жылында бірінші гимназияның бір мұғалімі, мынау Байзақ ауданында Көктал, Гоголь атындағы мектептердің химия пәндерінің мұғалімдері өздері вариативті курсының, элективті курстардың бағдарламасын жасап, дайындалды. Терминология бойынша оқушыларға үйретеді. Сондықтан да ондай Жуалы ауданында да физик мұғалімдер бар, дайындалып жүрген. Сондықтан біз әр неде жалпы деңгейменен мұғалімдерді дайындау, жалпы алдағы уақытта осы мұғалімдерді физика, химия, биология, информатика пән мұғалімдері шетелдерде де 5 ай мерзімде оқыту да алдағы уақытта қарастырылуда. Бұл енді 2019 жылдың 1 қыркүйегінен басталатын, бұл енді сатылы түрде жүретін жүйе ғой. Бұл енді өзіңіз айтып отырған информатика, химия, биология пәндері, физика. Мынау сіз келеді дегеннен кейін мынау біздің электронды жүйемізге келіп түскен, халықтан түскен бір сұрақ бар, соны қоймай кетуге тағы болмай отыр. Иә, жоқ деп айтсаңыз да болады. Жалпы ел арасында қазір дайындық сыныбына бармаған баланы бірінші сыныпқа қабылдамайды екен деген қауесет шығыпты. Қаншалықты рас? Енді дайындық сыныбына бармаған баланы... Бұрын 0 класс деп өшедік қой, оған бармаған баланы енді қабылдамайды екен деп жатыр қазір. Біз бірінші сыныпқа жасы келген баланы білім туралы заңға сәйкес қабылдаймыз. Ал жалпы мектеп алды даярлық, биылғы жылы біз жаңартылған білім мазмұнына көштік қой. Сондықтан да мектеп алды даярлық плюс 11 класс, бұлардың барлығы 19 жылдан ары қарай уже 12 жылдық білім беру болып есептеледі. Сондықтан да алдағы уақыттарда жалпы талап етіледі. Ал енді қазіргі кезде біздің өзіміз білесіз, ол мектеп алды даярлық оқыса да, оқымаса да, ол оқымаған баланы қабылдамау керек деген. Біздің зайырлы мемлекет жасы келген кез келген баланы оқытуға заңға сәйкес оны оқыту міндетіміз. Сұлуша Сәтбекқызы, соңғы сұрақ. Жалпы өткен жылы білесіз, барлық мектептерде, қазақстандық барлық мектептерге бірыңғай форма, киім үлгісін енгізу жайында бір әңгіме көтерілген еді. Осы әңгіме қалай қазір өрбіп жатыр? Жалпы түбегейлі болуы мүмкін бе? Жалпы республикада бірыңғай мектеп формасы жоқ.
Ал жалпы міндетті оқу формасы деген. Енді міндетті оқу формасын айқындайтын әрбір білім мекемесі, оның ата-аналар комитеті, оның ұстаздары. Сондықтан да олар әр оқу жылының 25 мамырына дейін өздері айқындап, өздері осындай түс, мынандай формасы, фасонын, түсін айқындайды және ұзындығын. Ал енді бірақ мен үнем айтам, мектеп оқушыларының формасын мынау фирмадан тіккізіңіз, мынау ательеден тіккізіңіз деп мектеп директоры, әкімшілігі ешқандай қысым жасап міндеттемеу керек. Ата-ана 2000 теңгеге алама, 12.000 теңгеге алама, 20.000 теңгеге алама өзі біледі. Әркімнің материалдық жағдайына байланысты. Әркімнің материалдық жағдайына байланысты тек қана солардың ұсынған формасына сәйкес жаңағы түрін ыңғайласа болды. Рахмет, Сұлуша Сәтбекқызы, алтын уақытыңызды бөліп келгендігіңізге. Тағы да жаңа оқу жылымен құттықтаймыз. Биылғы 2016 жылы біздің Жамбыл облысының түлектері ұлттық бірыңғай тесттен де жалпы үздіктер жағынан да тек қана алдыңғы қатарда болса екен деген ізгі тілек. Рахмет сізге. Құрметті телекөрермен, осымен бірінші студия өзінің апта басындағы жұмысын осылай түйіндеді. Басталған еңбек аптасы әрбір істеріңізге тек сәттілік әкелсін.